Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатпалы кремнің рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар бұл: сары май, сүт, қант, крахмал, ұн, ванилин және 2 жұмыртқа керек. Алдымен ыдысымызды алып 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қант қосамыз және ванилинді салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шыққан соң, оның үстіне крахмалды салып араластырамыз. Барлық заттарымызды бір-бірден салып отырамыз, сонда қамырымыз біркелкі болып араласады, оңай және тез жасалынады. Енді ұнымызды 2 бөліп салып аламыз. Үстіне сүт құямыз. Сүтті аз бөліктен құйып отырамыз. Сонда қамырымызды араластыру оңай болады және тез біркелкі масса шығады. Араластырып болған соң, кремімізді жай отта пісіріп аламыз. Кремді оттың үстінде үздіксіз осылай араластырып тұру керек, себебі тез түбі жабысып қалуы мүмкін. Крем қоюланып дайын болды. Міне дәл осындай болып шығу керек. Енді кремімізді суытуға оттан аламыз. Қайнатпалы крем тезірек суы үшін басқа ыдысымызға құйып аламыз. Ал енді үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қайнатпалы крем дайын. Бұл креммен қалағанша торттарыңызды, медовик, бисквит, Наполеон торттарына өте жақсы келеді. Және пирожнолар, эклер, пончиктерге қолдансаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Барлығыңыздар жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.